Бүгін біздің студиямызда бір ерекше тақырып. Бұл әлемдерге рахмет ретінде жіберілген, мейірім ретінде жіберілген ардақты пайғамбарымыздың туған айына немесе туған күніне, жалпы ислам терминінде мәуліт деп аталатын бір әдемі тақырыпты қозғайын деп отырмыз. Студиямыздың қонағы Ерболат Солтамұрат мырза келіп отыр, исламтанушы. Сәбит Мұхамеджан, психолог, педагог және исламтанушы. Қош келдіңіздер студиямызға. Енді пайғамбарымыз туралы жазылып жатқан өте кітаптар да көп, айтылып жатқан түрлі мадақ жырлар да көп. Соның ішінде бүгін біздің тоқталатынымыз жалпы пайғамбарымызды қалай танимыз, немесе басқаларға қалай танытамыз, танысақ. Одан кейін мына келіп жатқан мәуліт айын қалай пайдалы өткіземіз деген бір сұрақтың төңірегінде кішігірім әңгіме қозғасақ деп отырмыз. Сөз сіздерде. Біріншіден, енді пайғамбарымыз жалпы әлемде ең бірінші мадақ, мақтау Аллаға тән. Одан кейін сол Алланың 99 есімінің шағылысынан әлемде көрінген көптеген пайғамбарлар, әулиелер, сахабалардың да мысалы жақсы қасиеттерді бір мадаққа, мақтауға лайықты бір қасиет ретінде көрінеді ғой. Мысалы солардың да төресі, солардың да ең бірінші орында тұратын, ол да мысалы пайғамбарымыз десек, ол артық болмайды да. Мысалы пайғамбарымызды қай жағынан, пайғамбарлық жағынан да мақтай аламыз, адамгершілік жағынан да мақтай аламыз, достық жағынан да, жанұядағы орны жағынан да, сосын жаратылыстағы орын ретінде де пайғамбарымыз ең жаңағы мақтауға лайықты бір жан деп айтсақ болады. Адамзаттың ішінде. Адамзаттың ішінде. Одан кейін енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, пайғамбарымызға қатысты жалпы небір өлеңдер жазылды, мысалы жырлар айтылды. Бұның көбісі, көптеген адамдар енді бұның кейіннен жазылды. Бола ма, болмай ма пайғамбарымыз олай мақтауға деген сияқты проблемалар шығады да. Бұл пайғамбарымыз дүниеден өтпей тұрып, сол кездегі кейбір ақындардың мысалы пайғамбарымызды көзінше пайғамбарымызды мадақтаған кезде пайғамбарымыз бұлардың ешқайсына бір тыйым салмаған да. Өйткені пайғамбарымыз біледі, ол пайғамбарымызды не үшін мадақтап жатыр? Ол Алланы танытушы болғандықтан пайғамбарымыз өзіндегі бүкіл көркем мінез, Құранда да мысалы айтылады ғой, ол ең керемет мінез құлықты көрсету жіберілді деп ше. Сол кезде ол бойындағы мысалы пайғамбарымыздың жомарттығын біреу мақтаған кезде пайғамбарымыз оны иемденіп отырған жоқ та, оны Алладан берілген бір қасиет ретінде, әрі пайғамбарымыз Алланың ең керемет тәрбиелеуші екенін көрсеткен жан. Мысалы біреу келіп сұрақ сұраса, Алла адамды қалай тәрбиелейді бірінші? Немесе Алла тағала ең керемет әкені қалай тәрбиелейді? Немесе ең керемет досты Алла қалай тәрбиелейді? Ең керемет жұбайды қалай тәрбиелейді деген кезде біздің көрсете алатын адам тек ол пайғамбарымыз. Ал одан әр салада ең шыңын айтқан кезде Алла не деген керемет тәрбиелеуші дегенді көрсете алады да пайғамбарымыз. Ал одан басқа адамдарда жарайды, достық жағынан бір керемет не ретінде көрінсе де, кейде кейбір жағынан сәл әлсіз болып қалатын тұстары болуы мүмкін да. Сол үшін пайғамбарымыз бұл жағынан Раббул Аламин деп Алла тағаланы айтқан кезде, бұл әлемдердің тәрбиелеушісі деген кезде адамзат жағынан пайғамбарымыз ең керемет үлгі ретінде сол Алла тағаланың тәрбиесінен шыққан, тәрбиесінің ең шыңын көрсеткен пайғамбарымыз болғаннан кейін біз оны мақтамасақ, оны мадақтамасақ, одан мақтан етпесек, бұл айтқан кезде біздің пайғамбарымыз мынандай деп оны мадақтамасақ, ол кезде ол бұл айтқан кезде бізге бір сын, біздің бір өте таяз ойлайтынымыздың бір көрінісі болып қалады да. Өйткені шын мәнінде солай ғой, сіз бір керемет бір дүние жасасаңыз, немесе қолыңыздан керемет бір тұрмыстық қажеттілікке бір зат жасап шығарсаңыз, оны біреу қарап, мысалы не деген керемет деген кезде, сіз ол адамның да ол кереметтілікті түсіне алатын содан түсінесіз да. Ал ол тұрып оны бұның орнына
мына нәрсе жақсы ғой деп одан төмен нәрсені таңдаған кезде сіз оның санасының таяз екенін сол жерден түсінесіз. Сол үшін талғамның қай жерде екенін көптеген кітаптарда мысалы пайғамбарымызды тек мұсылмандар емес, мұсылман емес кейбір философиялық кітаптарда пайғамбарымызды мадақ ретінде ол керемет бір не деп ше, жаңа басшы немесе тәрбиелеуші 23 жылда осындай керемет істер істеген деген кезде олар да көріп отыр деген сөз да. Өйткені ақиқатты көз жұмбай көріп отыр. Сол үшін енді біз мұсылман бола тұра пайғамбарымыздың осындай бір керемет тұлға екенін біз де оны мақтап, мадақтап, былай айтқан кезде соған сай болуға тырысып, ұқсауға тырысатын болсақ, ол бір мұсылмандық бір қасиет деп ойлаймын. Енді мына халықтың арасында көбінесе пайғамбар деген кезде бір үлгі ала алмайтын бір періште адам сияқты, ой ол пайғамбар ғой, пайғамбар да былай жасаған десе, ой ол пайғамбар ғой деген сияқты бір сөздер айтылады. Бұған қалай деуге болады? Пайғамбар үлгі алуға қай жағынан оңай үлгі аламыз? Бұл мәулет деп жоғарыда айтып жатсыз ғой. Енді мысалы мәулет деген кезде біз пайғамбарымыздың сол періште емес екенін сол жерден дәлел ретінде көрсетеміз. Өйткені Құран кәрімде Ихлас сүресінде Алла тағала туылмаған, тудырылмаған деп келеді ғой мысалы. Біз пайғамбарымызды ондай ешқандай бір ол туылмаған, тудырылмаған деген бір неге әкеп тұрған жоқпыз. Ол туған деп жатырмыз. Мәулеттің өзі пайғамбарымыздың бір құл екенін, Алла тағаланың бір жаратқан бір жаратылыс екенін соны көрсетуге де бір дәлелді, ол керемет. Енді пайғамбарымыздың бір хадисінде мен әлемге мұғалім ретінде жіберілдім деген бір хадисі келеді. Соған байланысты енді педагог бір маман ретінде жалпы бұл тақырыпқа қатысты не айтасыз? Немесе пайғамбарымызды жалпы халыққа қалай жеткізу, таныстыру жағынан методикалары бар ма өзінің педагогикалық бір тұрғыдан қарағанда? Енді жалпы мынау адам баласының өміріне қарайтын болсақ, адам баласы қандай да бір болып жатқан өміріндегі уақиғалар, қандай да бір болып жатқан жағдайларға қатысты адамның екі түрлі әрекеті болады. Біреу жаңағы оң, екіншісі сол қалай теріс десек. Оң болуы және теріс болуы неге байланысты? Адамның жер бетіне деген көзқарасынан. Жалпы мұсылман ретінде болып жатқан бүкіл жағдайларды қалай қараймыз, қалай оқимыз? Алла тағала бізге Құранда алғашқы 5 аятпен осыны баяндайды. Иқра бисми раббикаллази халақ. Демек, қандай да бір жағдай болып жатсын, қандай да бір нәрсе болсын, мысалы байлық келді, ол жағдайды қалай оқимын? Иқра бисми раббикаллази халақ. Өміріңе өлім келді, қалай оқисың ол жағдайды? Иқра бисми раббикаллази халақ. Бала туылды, одан кейін бір қиыншылдық келді, қандай да бір жағдай, кез келген жағдайға. Енді осыны бізге пайғамбар алейхиссалам қалай оқу керек екенімізді, қалай реакция көрсету керек екенімізді осы пайғамбарымыздың өмірбаянынан көруге болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам бәлкім енді әрбір салада, әрбір жаңағы өзінің ең шынын көрсетті дейміз ғой. Мысалы пайғамбарымыздың алейхиссалам өте үлкен ерекшеліктерінің бірі адамды өте жақсы таныған. Кімді қайда қою керек екенін, қазіргі мысалы HR дейміз ғой. Кіммен қалай сөйлесу керек? Кіммен қалай сөйлесу керек? Мысалға мына сахабалардың көбі ең жақсы мені жақсы көреді деп ойлайтын да. Демек пайғамбар алейхиссалам кімге не айту керек екенін, қалай айту керек екенін, қалай көңілін алу керек екенін жақсы білген да. Жалпы даналықтың белгілерінің бірі де әрбір шеңбердің ішінде не айту керек екенін, қалай айту керек екенін білу. Енді мұғалім пайғамбар алейхиссалам жаңағы бір хадисінде күн муаллиман ау мутааллиман ва ла такун салисан дейді. Яғни я мұғалім бол, я үйренуші бол, я үйретуші бол, үшіншісі болма дейді. Ол жасқа байланысты емес, жасқа байланысты емес. Енді пайғамбарымыздың ең үлкен ерекшеліктерінің бірі де адамның дамуына, адамның жан-жақты білуіне, тануына үлкен үлес қосқан. Әркімге хақ таныған, әркімді тыңдай білген, әркімді шынайы ести білген.
Енді осы тұрғыдан жалпы үйдегі бала шағамызға да қазір кішкентай жасынан енді 8-9 жасқа дейін бала қаншалықты сипат айтсаң да көп түсінбейді, дегенмен атын жаттатқыздырып, мысалы көбірек салауат айтып, мысалы мына Құранда салауат үйрету, мысалы жатар алдында салауат айту, тұрған кезде салауатпен ояту, мысалы өте қызық. Мына Құранда Алла Тағала көптеген әмірлер айтқан екен да, бізге бұйырған екен. Мысалы намаз оқы деген, зекет бер деген, қажылық жаса деген. Бірақ осы әмірлердің ішінде бір әмір бар. Ол әмірді өзі де орындайды. Ол да инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму. Яғни Алла Тағала салауат айтады, періштелер салауат айтады, және адамдар сендер де салауат айтыңдар дейді. Осындай жаңағы салауаттар айту. Демек бұл Алла Тағаланың өзі жаңағыдай әмірін беру арқылы өзінің де орындайтын, періштелердің де орындайтындығын білдірсе, демек бұл салауат айту үлкен бір өте үлкен сауапты іс деп айтуға болады. Осымен жалпы балаларға танытқан кезде 8-9 жас, яғни тәмиз шағы дейді, бір ескеретін уақытқа келгенге дейін баланың осы пайғамбардың атын жаттату, салауат үйретуменен біз пайғамбарға деген танымды бірте-бірте осылай қалыптастыруымызға мүмкіндік табамыз. Әрине, мысалы балаларға ертегі айтқан кезде де жаңағы пайғамбардың достарының аттарын атап өту, сахабалардың өмірбаянын айту, мысалға пайғамбар былай жасайтын, пайғамбардың жақсы көретін түсі осындай, пайғамбар алейхиссалам былай істеген, жаңа отырған кезде былай отырған, шай ішкен кезде былай ішкен. Осыларды көрсету арқылы балада жай осындай нәрсе қалыптасады екен. Жалпы үйдегі ең үлкен тәрбие жолдарының бірі, яғни қысқа жолдардың бірі, әкенің де ананың да керек кезде шегінетін бір тұлға болу керек дейді. Мысалға мына амалды егер пайғамбар көрсе, сендерді ұрсады. Соны мысалы әйелі күйеуін айтса, күйеуі рас шегінетін болса, онда балалар айтады, кім ол сонша дейді. Кім ол? Мұхаммед деген ана ойда бір тұлға қалыптасу керек та, бір картина қалыптасу маңызды. Демек ол адам ұнатпайтын істі жасап қойса, демек әкесінің өзі тоқтай алған кезде балалар болған әлдеқайда жаңағыдай әсер береді. Бұл өте керемет жаңа не екен, тәсіл екен. Мүмкіндігінше енді көрермендер көріп отырған болса, балаларымызға қалай үйретеміз, қалай танытамыз дейтін болсақ, осылай жаңа балаларға бірте-бірте, өйткені шынымен қазіргі таңда балалар неше түрлі футболистердің атын жаттап алады, неше түрлі мультфильмдегі кейіпкерлердің аттарын жаттайды, бірақ өзіміздің пайғамбарымызды танытуда біздің үлесіміз болмаса, онда біздің де бұл жерде бір атсалыспағанымыздан бір кемшілік кетеді екен. Енді жалпы мынау Алла Тағаланы танытатын 3 кітап дейміз ба, 3 үлкен бір аят ретінде, біріншісі әлем бір Алланы танытатын бір кітап. Одан кейін Құран кәрім бір Алланы танытатын бір кітап. Сол үшіншісі ретінде пайғамбарымыз айтылады. Бұл айтқан кезде әлем кітабы мен Құран кәрім кітабын бірлестіріп тұрған пайғамбарымыз. Яғни пайғамбарымыздың дүниеге келді деген кезде біз енді физикалық дүниеге келгенін айтамыз көбіне уақыт ретінде. Ал пайғамбарымыз мағынауи, яғни кісілік ретінде, нұрани ретінде пайғамбарымыз бұл әлем кітабынан бұрын рухани тұлға ретінде бүкіл пайғамбарлардан бірінші тұрады ғой. Мысалы адам пайғамбардың, мысалы пайғамбарымыздың атын қолданып жаңа тәубетті деген көп жерлерде келеді мысалы. Сосын әлсіз болса да жаңағы бұл әлем пайғамбарымыздың нұрани бір нұрынан жаратылды деген сияқты. Бұны физикалық тұрғыда дәлелденбесе де, жалпы пайғамбарымызды біз тек физикалық тұрғыда дүниеге келгенін осы әлеммен байланыстырып қарайтын болсақ, ол кезде өте үлкен қателікке кетеміз негізі. Ол физикалық тұрғыда да пайғамбарымыз бір адам сияқты, ол жаңа періште емес екенін көрсету үшін дүниеге келді дейік, бірақ енді 40 жасқа дейін пайғамбарымыз тура сол денемен, сол немен жүрді ғой мысалы. Ол кезде ешқандай бір пайғамбарлық бір не көрсетілген жоқ, ерекшеліктер көрсетілген жоқ, дағуат жасалған жоқ деген сияқты. Нұрани пайғамбарымыздың пайғамбарлығымен қашан сол физикалық денесі бірікті, 40 жасқа келген кезде
пайғамбарымызда сол кезде басталды да бүкіл нелер, қабілеттерінің ашылуы десек сол кезде пайғамбарымыздың айналасындағы тастар, жапырақтар, ағаштар пайғамбарымызды тәсбih ете бастады. Бұл айтқан кезде әлемді өзгертіп жіберді да пайғамбарымыз. Негізгі ол жерде енді біз пайғамбарымызға жаңа салауат айтты дейміз ғой. Негізі ол жаңа Сәбит мырзаның да айтқан сияқты, ол жапырақтың да міндеті пайғамбарымызға салауат айту, сылдырлап аққан судың да міндеті пайғамбарымызға салауат айту да. Сол бұл айтқан кезде өзінің негізгі жаратылу қасиетіне айналды да. Енді оған дейін адамзаттың өзі қараңғылыққа кетіп қалды ғой, мысалы. Жаратылуындағы басты мақсатын тапты десек болады ғой. Енді сахабаларды да қарасақ сондай ғой, мысалы пайғамбарлық келмей тұрып пайғамбарымызбен дос болған сахабалар бар, нелер бар, оның ешқайсында сол пайғамбарымызды танығаннан кейін, пайғамбарымызға уахи келіп бастағаннан кейінгі өзгерістердің несі жоқ. Ол адамгершілік де, мысалы адам ретінде де несін пайғамбарымызды көргеннен бастап сахабалар шыға бастады ғой, мысалы. Пайғамбарымызбен кездеспесе, көрмесе, Хазірет Омар болмас еді. Омар болмайтын еді, мысалы. Тура сол немен қараған кезде, енді ғалымдар сол үшін бұл әлем бір үлкен кітап болса дейді да, пайғамбар оның ішіндегі жаңа кітапқа жазылған жазудың сиясы дейді. Яғни сіздің қолыңызда бір кітап бар. Пайғамбарымыз бұл дүниеге келмегенде, пайғамбарымыз жаңағы рухани нұр ретінде бұл дүниеге жаңағы мағына бітірмегенде. Сол кезде біз ол кітапты оқи алмайтын едік. Ол кітапты өзіміз жазатын едік ол кезде. Әркім қазір мысалы бос бет ашып берсеңіз, өз суретін сызады, өзінің ойындағы нені жазады да. Пайғамбарымыз танымаған қазіргі күннің өзінде адамдар солай өмір сүріп жатыр. Суды өз білгенімен ішіп жатыр, мысалы, негізі қарасаңыз. Өлшем жоқ дейсіз ғой. Киімді өз білгенімен киіп жатыр да, ол өзі жазып жатыр деген сөз. Ал біз пайғамбарымыздың сия болған әлемнің кітабына соны оқитын болсақ егер, біз онда суды отырып ішетін едік. Неге? Өйткені пайғамбарымыз солай жазды. Біз біреумен ренжісек, мысалы 3 күннен асып онымен сөйлеспей жүрмей қоймайтын едік та. Ал қазір айлап, жылдап сөйлеспей өмір бақи не істеп кеткен, ол кітаптың сиясын өзі жазып жатыр да ол. Негіз Алла Тағала жазып қойған. Жапырақтың сылдырлағаны, судың жаңағы сылдырлап аққаны, бұның барлығы салауат екенін. Онда біздің өміріміздегі, біздің ұйқымыздан тартып, ішкен жегенімізден тартып, біз енді салауат деген кезде тек қана айтылған салауатты айтамыз ғой. Негізі амалдың өзі бір салауат. Біз мысалы пайғамбарымыз оң жақтан кигенді сүйетін еді деп оң жақтан кисек, ол да бір салауат. Ол амали бір салауат та негізі. Салауаттың амалда көрінуі. Амалда көрінуі. Бұлай айту ол басқа. Бұлай жасау ол басқа. Мысалы пайғамбарымыз мына тамақты жақсы көретін еді. Пайғамбарымыз тамақ жегенде ішіне таңдап жейтін еді, жоқ өз алдынан жейтін еді деген сияқты әр түрлі амалды пайғамбарымызды көрсетіп, жаңа Сәбит мырза айтқан сияқты балаларға да солай істейтін болсақ, сол кезде адамның демалғаны, жаңа киінгені, барлық несі салауатпен көркемделеді да. Көркемделген кезде ол өзінің ақиқатын көрсете бастайды. Сол кезде бір неге айналады да, шынайы бейнесіне айналады. Ал енді қазір ешкім тұрып, мысалы пайғамбар суды отырып ішсеген екен, бірақ ғылыми тұрғыда дәлелденді, отырмаса болады екен деген жоқ, ондай бір ғылым шыққан жоқ. Қарама-қайшылық жоқ. Қарама-қайшылық жоқ. Бұл нені көрсетеді? Бұл ақиқат екенін көрсетеді. Әйтпесе бүгінге дейін пайғамбарымыздың дұшпаны жоқ емес, дұшпан көп, мысалы. Олар дәлелдейтін еді. Пайғамбарымыздың хадистері ортада, бұл айтқан кезде майданда жатыр. Ешкім шығып бұны пайғамбарымызды жек көргізу үшін жұмыс жасап жатқан қаншама адамдар бар. Оны жаңағы қоғамнан алыстату үшін қаншама адамдар бар. Бұлар неге бұны қолданбайды? Өйткені оған дәлел жоқ. Дәлелдей алмайды да, мысалы. Енді кейбір нелер болған шығар, мысалы түсініспеушіліктен немесе ғылым дұрыс зерттемегендіктен немесе пайғамбардың хадисі дұрыс ашылмағандықтан кейбір бүгінге дейін қарама-қайшы сияқты көрініп келген кейбір мәселелер бар. Бірақ Аллаға шүкір, ол да жаңағы 1 жыл өткеннен кейін, 10 жыл өткеннен кейін, 20 жыл өткеннен кейін біз дұрыс түсінбеппіз. Пайғамбар мынаны айтқан екен, немесе ғылым былай сол кезде былай зерттеген екен деген сияқты ол нәрселерде ашыққа шығып жатыр да. Сол үшін біз пайғамбарымыздың енді физикалық тұрғыда дүниеге келуі де біз үшін маңызды. Айтқан кезде пайғамбар егер физикалық тұрғыда дүниеге келуі әлемді нұрландырған болса, ол қарапайым бір адам сияқты дүниеге келді. Қарапайым 2 көзі бар еді, қарапайым 2 құлағы бар еді, қарапайым кішкентай бала сияқты, нәресте сияқты шырылдап дүниеге келді.
сүтке мұқтаж болды. Иә, мысалы былай қарасаңыз Алла тағала ол жерде нені көрсетіп тұр? Біз оны пайғамбардың нұрани кісілігімен бірлестірмегенде ол да бір қарапайым бір адам болатын еді. Бірақ оны біз әу бастағы пайғамбардың жаңағы нұрани дәнегі дейміз ба, сол дәнегімен екеуін бірлестірген кезде негізгі пайғамбардың туған күні, былай айтқан кезде яғни уахидің алғаш келген күні дейміз ба, мысалы нағыз не сол жерде туылған уақыты уахидің түскен уақытымен пара-пар келеді. Сол кезде ең кемел несіне жетті да пайғамбарымыз. Кемел деңгейге жетті. Демек, сіздің айтқандарыңыздан тұжырымдайтынымыз, жалпы пайғамбарымыздың кез келген жасаған амалдарына салғырт қарамай оны жасайтын болсақ, бұл пайғамбарымызға деген салауатымыздың белгісі, және бұл тек қана тілде емес, іспен көрсеткен бір көрінісі болып саналады екен. Енді пайғамбарымыздың сүннеттеріне байланысты жалпы не айтуға болады, Сәбит мырза? Сіз жалпы сүннеттерді бүгінгі таңда енді адамдар әртүрлі айтып жатады, біреу сүннеттерге жаңағыдай салғырт қарап жатады, ой, сол да сүннет па деген сияқты, немесе керек жоқ, парыз орындалса болды деген сияқты мәселелерді. Пайғамбарды жақсы көру үшін бәлкім сүннеттерді орындауды көбейту керек па? Бұл қандай жолдары бар? Жалпы пайғамбарға деген махаббатты арттырудың, жақсы көрудің, сүюдің, бұл туралы не айтуға болады? Негізі айтар дүние өте көп. Енді мына қызық нәрсе, жалпы дін деген кезде біздің алдымыздан осындай үш нәрсе шығады. Біріншісі бұл Құран, екінші пайғамбар алейхиссаламның өмірбаяны, хадистері, сира деуге болады. Және үшіншісі бұл сахабалар. Жалпы Құран 6236 аят, 77 000 сөздей бар. Одан кейін пайғамбарымыздың өмірбаяны жалпы 23 жылдық пайғамбарлық өмірбаяны бар. Енді біз көбінесе өмірбаяны жылдармен жазылады. Бірінші жыл, екінші жыл, үшінші жыл. Бірақ пайғамбарымыздың күнмен санасақ, вахи түскен күндермен санайтын болсақ, сонда пайғамбарымызға 8400 күндей вахи түскен екен да. 23 жыл, сонда 23 жыл көбейту 365, 8395 шат негізі енді. Енді пайғамбарымыздың жалпы мына Кутубу Ситта деген имам Бухари, Муслим, Нисаи, Ибн Маджа, Тирмизи, негізі қайнар көздер. Сол жерде жалпы хадистердің саны 32500 хадис. Бірақ ішінде қайталанбайтын хадистердің саны 12490. Сахих 12490. Қайталанбайтын. Және сахабалардың саны жалпы Устул-Ғаба, Әл-Исаба секілді кітаптардың ішінде 110 000, 120 000 сахаба болды деп айтылады. Бірақ кітапқа енген, аты жазылған сахабалардың саны 10 000, кейбір жерде 11 000 деп айтылады. Енді бұны не үшін айтып жатырмын? Жалпы 6236 аят, 12490 хадис, 8400 күн, және 11 000 сахаба. Енді былай қарайтын болсақ, кейбір кезде ойлаймыз, пайғамбарымыздың өмірбаянын тілді білеміз деп айтамыз да. Бірақ осы бірнеше жыл бұрын осындай кішкентай бір не жасамыз. Жалпы тест дейміз ба. Сонда жалпы біздің білетін, көбінесе сөйлесетін, көбінесе айтып жүретін аяттардың саны 120-150 аят екен да. Жаңа Фатиха, Аятул Курси, Амана Расулу, одан кейін кең таралған дейсіз. Кең таралған, көбінесе білетін аяттарымыз. Пайғамбарымыздың өмірбаянынан хадистер айтатын болсақ, 40-қа жуық хадис білеміз. Жалпы бұны A4 қағазын алып, қалам сабалап, жазып көрейік. Қанша хадис шығады. Және пайғамбарымыздың өмірбаяны 8400 десек, оның біздің білетін, көбінесе айтып жүрген 50-ақ күн екен. Жалпы мына статистика қарайтын болсақ, жалпы пайғамбарымызды онша жақын танымаймыз. Мысалға бір жағын алып аламыз да, бір жағын алмай тұрамыз. Сахабаларды алатын болсақ, 11 000 сахаба, көбінесе білетін сахабалар 4 халифа, 4-5 халифа. Хазірет Омар жайлы білетініміз қылышты шығарды, қайтадан кіргізді. Бүкіл жұмысы сол да, жаңа қылышын шығарды, қайтадан кіргізіп алды. Соғыс кезінде жаңа Али мынандай болған, пәленше батырлығы жағы айтылады.
жомарттығы айтылады және жаңағы тақуалығы айтылады. Бір-бірінің арасында мәмілесі, қандай әке болды, қандай әке болды, оларда бір-біріне жаңа қарызға кірген, қайтара алмағандар бар. Жалпы бүйтіп былай қарайтын болсаң, толық картина бар. аңыз емес, олар да бір адам, адам сияқты. Өйткені біз бір жағынан дінді ұлықтаймыз деп, дінді неге шығарып жібергенбіз ана? Өмірден тысқары ма? Тыс неге шығарып жібергенбіз ана? Аспанға шығарып жібергенбіз. Қол жетпейтін, білетін сол 30-40 хадис, білетін 4-5 сахаба, өмірде қолдана алмайсың. Сөйтесің, кіммен қолданамыз қазір? Сол жаңағы Спинозаң бар, психолог бар, анаң бар, мынау бар. Сонымен жүреміз де. Негізі былай қарайтын болсаң, жеткілікті ма, былай жетеді. Іздемей жатқан кім? Өзіміз. Адам. Дегенде енді бұл жердегі айтылатын зат Пайғамбар алейхиссалам жаңағы осы айда толған болса, менің атымнан, әркім өз атынан бір қалай десек, бір сыйлық ретінде 40 хадисіме тағы да 40 хадис үйренейші. Дұрыс па? Білетін 110 аят болатын болса, соған тағы да бір 100 аят үйренейші. Пайғамбардың алейхиссалам 51 күн білетін болсам, тағы да 50 күнін үйренейін. Сахабалардан 4-тен білсем, тағы 4 сахабады үйренейін. Осы форматта болса, жаңағы бұл керек деп ойлаймын. Пайғамбар тану үшін өте Пайғамбар тану керек та. Бізде ең үлкен жасаған хақсыздықтардың бірі, жалпы дінімізде, біріншіден мұсылмандар тарапынан пайғамбарымыз танымаймыз бір. Екіншісі, мына Европада, басқа елдерде пайғамбарымызға өте қатты көп жала жабылған жаңа. Карикатуралар болсын. Оларда да жаңа стереотип қалыптасып қалған. Стереотиптердің бұзылуы үшін жаңағы іздену керек, көру керек, тану керек, білу керек. Сөзбен емес, кәдімгідей амалмен енгізу керек. Енді сүннетте жалпы әр сүннеттің алдында біз пайғамбарымыз тұрғанын білетін болсақ, оның қадір қасиеті артады. Қалай мысалы жамағатпен намаз оқыған кезде имам Аллаху акбар деген кезде артта тұрған бүкіл адам тәкбір алады, құлағын көтереді, қанша адам болса да. Сосын имамның дауысы естілмейтін жерде тұрғандарға ортада бір адам қойылады да, муэзин қойылады. Ол айғайлайды да. Анау Аллаху акбар деп имам айтқан кезде муэзин Аллаху акбар дейді. Муэзинді естіген адам муэзин имам емес екенін біледі ғой, бірақ оны алдыдағы имам айтып тұрғанын біледі да. Пайғамбарымыздың кезінде пайғамбарымыздың артында сахабалар пайғамбарымыздан тіке Аллаху акбар естіді. Сәми Аллаху лиман хамидан естіді, барлық рукуға кетті да. Кейін пайғамбарымыздан ұрпақтар алыстаған сайын ортада жаңа муэзин сияқты бізге хадисті жеткізген, пайғамбардың сүннетін жеткізгенді біз сол адамдікі сияқты немесе сол адам айтып жатқан сияқты қабылдасақ, ол кезде сүннеттің құны түседі былай қарағанда. Біз оның алдында имам ретінде пайғамбарымыз тұрған білу керекпіз. Біреу келді, пайғамбарымызда мынандай сүннеті бар, немесе хадисі бар деген кезде, пайғамбарымыз сол жерде мағынауи тұрғыда айтты, соны мына адам бізге жеткізіп жатыр деп қабылдасақ, жеткізуші ретінде қабылдаған кезде, ол кезде оның дәрежесі, оның бір құндылығы артады. Әр неде сондай. Пайғамбарымыз енді бағанада айттық қой, жаңаға дене ретінде физикалық тұрғыда дүниеге келді, дүниеден өткен кезде де сол физикалық тұрғыда ғана өтті. Ол пайғамбарымыздың нұр несі, ол әлемде тұр, сол сүннеттерімен тұр. Қай жерде мысалы біз қазір мына жерде суды үшірттап ішетін болсақ, отырып ішетін болсақ, оны тек біз жасап жатқан жоқпыз ғой, әлемде қаншама мұсылман жасап жатыр. Пайғамбарымыз да сол жерде соның алдында имам ретінде тұр да, суды отырып ішті. Біз де соның артынан соған мойынсынып, суды отырып ішіп жатырмын мен. Пайғамбарымыз оң жағымен киінген деп, мен оң жағымен киінген кезде, менің алдымда имам ретінде пайғамбарымыз тұрған сияқты, мен де оң жағымен киінетін болсам, оның несі артады, оның дәрежесі артады. Ол мен әдет ретінде бойыма сіңірем, оны өзім бір тауып алған сияқты бір не ретінде қарамайым, оны ізденбеймін, қайсы дұрыс деген сияқты, өйткені білем, пайғамбарымыз ең дұрысын жасайды деген сияқты. Сондай бір немен жалпы қарайтын болсақ, сүннеттерге
ол кезде оны да бір парыз деп иман етпесек де жаңағы пайғамбарымыз, енді біз ақиретке қатысты пайғамбарымыздан қаншама байланысымыз бар, пайғамбарымыз шапағат етеді деген қанша неміз бар, пайғамбарымыз өзінің үмметін жаңағы кәусардың басында күтеді, иә, оларды қалай күтеді, қалай жаңағы алланың алдында шапағат ақысын сұрайды, мысалы сондай дәрежеде қарайтын болсам, мен сол кезде пайғамбарымызды ұялтпайын, пайғамбарымызды жерге қаратпайын, пайғамбарымызға сай үммет болайын деген бір түсінік қалыптасып, бәрібір істейтін дүнием мен ұйықтаймын, мен бәрібір ұйықтаймын, оң жақпен ұйықтайын, пайғамбарымыздың несіне сай ұйықтайын, мен бәрібір су ішемін, отырып іше салайын, иә, мысалы тағы не, мысалы өмірлік, ол пайғамбарымыз өмірден тыс, Сәбит мырза айтқан сияқты біз мына дүниені тастап басқа бір әлемде өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой, пайғамбарымыздың өмір сүрген жерінде өмір сүріп жатырмыз. Сол қоғам, амандасамыз, сәлемдесеміз, күнделікті алдымыздан қаншама қателік жасаған адамдар шыға ма? Шығады. Пайғамбарымыздың хадистері соған қатысты, мысалы оны кешіре салу, оның кемістігін бетіне айтпау, мысалы өмірде толып жатыр да, былай қарасақ. Сол үшін одан аулақ қалу, былай айтқан кезде біздің өмірлік минуттарымызды, секундтарымызды қараңғы қылып өткізеді. Ал сүннетпен байланыстырсақ, ол жарық, нұр беріп өтеді да. Ол нұр берді деген сөз, мына жерде 5-ақ минут істелді бір сүннет, бірақ ақиретте ол 50 мың жыл, 500 мың жыл, білмейміз да біз, ол нұрланады. Былай айтқан кезде мен оны денемдегі қай клеткамен істедім, қай клеткамен сезініп жасадым, ол сол жақта нұрланады. Сол жаққа былай айтқан кезде мына жақтағы 5 минутымды мен алып кетем, 50 мың жыл қылып, 500 мың жыл қылып алып кетем деген сияқты. Демек сүннеттің қадірін білу үшін мұсылман адамға ақыретке деген иман да өте қажетті нәрсе. Себебі пайғамбарымызға Аллаға иман келтіру деп 6 шартты қойған кезде Аллаға, ақыретке, демек пайғамбарды сүю үшін де адамның жаңағыдай жасаған ісім ертең ақыретте алдымнан шығады деген сияқты бір сенімде болмаса, онда сүннеттің қадіріне біз жете қоймайтын сияқтымыз. Ерболат мырзаның ашқан өте күшті тақырып. Бұл жерде мысалға су ішкен кезде мен өз қалауыммен ішуге болады. Мысалы мен былай іштім дейік, өз қалауыммен да. Және дәл осы суды ішкен кезде мен іштен айтсам, пайғамбарда алейхиссалам осылай ішкен, былай ішкен десем, бұл сауап болып кетеді. Мысалы қандай да бір жағдай тұр, мысалы ұрыс керіс, бүгін таңда ұрыс керістер бар. Ерлі зайыптардың арасында ұрыс керістер болады, туған туысқандардың арасында ұрыс керіс болады, достардың арасында ұрыс керіс болады, жаңағы компаниялардың арасында ұрыс керіс болады, жаңағы бір-бірімен келісе жатады. Енді менің дүниялық көзқараспен болған бір белгілі амалдарым бар. Барам, жаңа соттасам, бәлкім юридически бір нәрсе жасаймын. Бірде дәл осы жағдайға, дәл осы болып жатқан жаңағы жағдайға қатысты мен пайғамбар алейхиссалам қалай жасады екен деп қарасам да болады. Мысалы пайғамбар алейхиссалам айтады: афдалул фадаил ан тасила ман қатаак ва тасфаха амман шатамак ва таъфу амман заламак. Не дейді? Амалдардың ішінде, жалпы мұсылманшылықтың ішінде амалдар көп. Бірақ осы амалдардың ішіне дәрежесі ең жоғары. Адамға жарасатын. Яғни амалдардың ішінде ең тән. Қараңыздар, мұсылманшылықта амалдар көп. Намаз оқу, зекет беру, күлімдеу, жақсы сөз айту дегендер көп. Бірақ солардың ішінде ең абзалы, ең жоғары да. Топ дейді ғой, топ 10 ең жоғары. Соның ішінде 3 қасиет бар. Афдалул фадаил, ең көркем мінездердің ішінде ең көркем амал. Антасила ман қатаак, сені мен қарым қатынасты үзген адаммен сенің барып қарым қатынасты бастауың дейді. Бір. Екіншісі, ватасфаха амман шатамак, саған боғауыз айтқан адамға боғауыз сөз қайтармау дейді. Тасфаха сафаха, жақсы сөз айту дейді. Мысалға, көлікте кетіп бара жатырмыз, жолда пробкалар қазір толып кеткен. Сонымен кетіп барасың. Алдында біреу кесіп өтеді. Пипылдаққың келеді. Осы жерде пипылдатуға болады. бір нәрсені жіберуге айтуға болады. Енді сол кезде мен сәбит ретінде айтамын да. Енді сол уақытта мен былай десем:
жаңағы басында айтып кеткен иқра бисми рамбикал лази халақ. қалай оқимыз Осы жағдайда ситуацияны? бұны пайғамбар қалай оқыған да? иә Так сол жерде мен аламын да пайғамбар алейхиссалам бұл жерде не деген? Ватасфаха амман шатамак. Саған боғауыз айтқанға үндемеу немесе қоя салу. Ит қапты деп Оны қапсам аузымның қандай қадір қалды дейді ғой. бірде үшінші қараңыз. Ватафуа амман заламак. Саған зұлымдық жасаған адамды ғафу ету, кешіру. То есть кешірген кезде де өте қызық бір ескерілетін зат. Ғафур мен афу Алла Тағаланың екі есімі бар. Ғафур жаңағы кешіру, афу түк болмағандай есіне шығарып тастау. Мән бермей кету. Мысалға кейбір кезде қалай істейміз? Біреуді кешіреміз. Бірақ ішімізде жүреді, ана бүйтіп көкірегімізде, мойнымызда жүреді, бүйтіп айналып. Афу деген ана ненің түбегейлі Болмағандай, жою иә. болмағандай. Немесе біреу қарызды кешірдім дейді, бірақ қарызды кешірмеген. Мүмкіншілік болған сайын бір бүйтіп жаңа ысырып алады дегендей. Сол секілді бұл жерде өз қалауымен жасайтын ісім бар. Бірде Алла Тағаланың разы болған, пайғамбар алейхиссалам жасап кеткен, көрсетіп кеткен сауабы да бар бір амал тұр. Өз қалауың өзіңде, қаласаң былай жаса, қаласаң мынаны таңда. Өте керемет. Бұл енді бүгінгі таңда көп жаңағы кешіре салу, сізге бір сөз айтқанға ол қайтармай тоқтап қалу деген бұл өте үлкен жаңағыдай суды оң қолмен отырып ішу деген сүннеттерге қарағанда бұл сүннет деген енді алда тұратын өте жаңағыдай сүннеттердің ішінде дәреже талап ететін сүннеттер ғой. Жаңа намазда тақия киіп алу, одан кейін сығылысып тұру сияқтыдан көрі нәпсіге ауыр келетін қиын адамгершілік жаңа өзің мінезіңді тежей білетін нағыз сүннеттер. Бұл айтқан соң пайғамбарымыз да енді сахабаларға жихадтан келе жатқан кезде сендер нағыз жихадқа келе жатсыңдар дейді ғой. Сендер үлкен неге келе жатсыңдар. Соғысып келе салу ол бұл айтқан кезде физикалық күші бар, денесі сау әр адам соғыса алады. Шын ғой енді пайғамбарымыздың сол кезде пайғамбарымызбен сахабалармен соғысып жүрген адамдар да ол иманы бар тақуалы адамдар емес. Олар да кәпір былай айтқан кезде пайғамбарларымызбен соғысып жүрді. Бірақ сендердің олардан ерекшеліктерін қайтқан кезде біз енді соғысып келдік, енді бізге қызмет етіңдер, немесе біз болмасақ, ондай неге түсіп кетпеу үшін негізгі үлкен күрес, нәпсімен байланысты күрес деген сияқты керемет бір не болды. Нағыз сүннет осы үлкен жихадта үлкен күресті атқару дейсіз ғой. Мысалы Хазірет Алиның оқиғасы, жаңағы Хазірет Али радиаллаху анху бір соғыста білесіздер, ана қылышын көтеріп шығарып, жоқ қылышы бар қолында, соғысып жатқан кезде бір дұшпанды өлтірейін деп жатқан кезде жаңа жүзіне түкіреді, бетіне түкіреді. Енді ол жерде Хазірет Али ішкі дүниесімен бір қалай десек бір бақылаушы. Сахабалар өздеріне бақылаушы болған. Ситуацияда жаңағыдай эмоцияға түсіп кетпейді дейсіз ғой. Екі түрлі бақылаушы бар да. Біріншісі рақиб, яғни Алла тарапынан бақыланып жатырмын. Ол кәдімгідей Алла Тағаланы тану арқылы болатын нәрсе, жаңағы мағрипат арқылы болатын нәрсе, көп жолдары көп та жаңа. Екінші, бұл өз-өзіңді сырттан бақылайсың. Бұл жерде не істеп жатырмын деген. Не істеп жатырмын? Мен вообще кіммін мен? Мына амалға қалай қарадым? Ниетім қалай болды? Деп адам өз ішінен бақылаушы бола алады. Болу да керек. Өйткені бақылаушы болмаған кезде жаңағы қазіргі рекламаға болсын, қазіргі тенденцияға болсын кетіп қалады. Бақылаушы бола білсең, тоқтайтын жерін біледі дейсіз ғой. Тоқтайтын жерін. Енді қараңыз, Хазірет Али қылышын дұшпанға көтеріп жаңа бетіне түкірген кезде бақылаушы қосылады. Бақылаушы қосылады да айтады: "Ей Али, жаңа сен өзің үшін ба жоқ кім үшін күресіп келе жатсың? Кім үшін күресейін деп жатсың?" деп жатқан кезде Хазірет Али өз-өзіне баға қояды. Қызыл жанадан жена. Стоп дейді да. Ол жерде нәпсің үшін. Демек Хазірет Али алады да сол жерде жасай алатын амалдан бас тартып,
жасауға болатын, алла тағаланың разы болатын, пайғамбардың алейхиссалату вассалам разы болатын амалын таңдайды дейсіз ғой. таңдады да. Демек жаңағы Ерболат мырзаның сіздердің айтып кеткен мәселе бойынша мен өз таңдауымды қалай таңдаймын? Өзімнің қалаған нәрсем жасайын ба, жоқ оның қалаған нәрсесін жасайын ба? Енді мәуліт жалпы пайғамбарымыздың жаңа жоғарыда айтып жатырмыз ғой, бүкіл сүннеттері, бүкіл айтқан сөздері одан кейінгі істелетін істердің былай айтқан кезде дұрыс болып болмауын өзін бекітеді. Енді біз әке шешеміздің де туған күнін тойлағымыз келеді, немесе құттықтағымыз келеді, барып мысалы көңілін алғымыз келеді. Баламыздың да туған күнін сылтауратып, мысалы бір сыйлығымызды бергіміз келеді, бір көңілін көтеріп қойғымыз келеді. Бұл айтқан кезде бұл өмірде, қоғамда істелетін дүниелер. Енді бұны мен енді бір адам ойлауы мүмкін да, бұл бола ма болмай ма деген сияқты. Мен әке шешем туған күнін құттықтай алам ба, құттықтай алмайым ба, оған сыйлық берейін ба, бермеймін ба деген сияқты. Бұны бекітетін нәрседе негізі пайғамбарымыздың мәуліті. Егер біз пайғамбарымыздың мәуліт күнін атап өтетін болсақ, сол күн бір ерекше үйде бір ерекше бір тамақ жасалып, жаңағы балаларға пайғамбарымыздың бір сүннетін айтып, немесе пайғамбарымыздың балаларға деген бір көзқарасын көрсетіп деген сияқты ғой, сыйлық беріп бұл істелетін болса, менің өмірімде онда мен әкемді де құттықтай аламын, онда мен анамды да құттықтай аламын, онда мен бала шағамның да жаңағы туған күнін тойлай аламын. Бұл айтқан кезде сыйлық бере аламын. Бұл айтқан кезде пайғамбарымызға болмайды дейтін болсақ, егер ол мәуліт құттықтауға болмайды, мәулітті өткізу болмайды дейтін болсақ, онда пайғамбарымыздан кейінгі бүкіл мәуліт өткізілмейді онда. Онда қалай мысалы бұл әлемнің жаратылуына себепші болған адамның мәуліт атап өтілмейтін болса, ол еске алынбайтын болса, одан басқа еске алынатын онда бір тұлға қалмайды не ретінде да. Сол үшін біздің қазақ қоғамда да мысалы Абайдың осынша жаңағы жылдығы, Мәшһүр Жүсіптің осынша жылдығы, бұларды да не жасау үшін онда қазақ қоғамында да былай айтқан кезде Абайды Абай қылған, Мәшһүр Жүсіпті Мәшһүр Жүсіп қылған да, оның артында да пайғамбарымыз тұр. Өйткені олардың да несі сүйген тұлғасы пайғамбарымыз ғой, қабылдаған несі пайғамбарымыз. Пайғамбардың сол сүннетіне, хадисіне жабысу арқылы олар сондай жаңағы Омар қалай Омар болса, Абай солай Абай болды дейсіз ғой. Тура солай болды. Сол үшін оны да біз не жасау үшін онда бірінші орында не тұру керек. Мейрамдардың барлығында жалпы айтылады ғой, мысалы Наурыз тойлауға бола ма, болмай ма десек, бұған да жаңа егер сен құрбан айтты, құрбан мейрамын, Рамазан мейрамын бірінші орынға қоятын болсаң, оның артына мейрамдардың бәрін қоя бер. Наурызды да қой, жеңіс күнін де қой, тағы қандай күндер бар. Яғни бұның жасалу несіне қарайсың, шариғаттың шеңберінде, бірақ адамның санасында бірінші орында Алланың белгілеп қойған мейрамы тұратын болса, онда болды, соған былай айтқан кезде қияс жасап ерте беруге болады. Сол үшін пайғамбарымыздың мәуліді де былай айтқан кезде пайғамбарымыздан кейінгі қазір біздің білетін әр ұлттың атап өткісі келетін тұлғалар бар. Былай айтқан кезде соған біз телу арқылы оларды атап өтуге болады. Көтеріп қоямыз дейсіз ғой. Өте керемет. Жалпы енді осы мәуліт айында пайғамбарымыздың өмірімен танысқысы келетін адамдарға, немесе жаңағыдай үлкен деңгей талап ететін сүннеттер емес, жалпы қарапайым енді танысып жатқан адамдарға қандай кеңес бере аламыз, қандай кеңес беруге болады, немесе осы мәуліт айында бір пайғамбарымыздың өмірбаянын оқу ма, фильмдар қарау ма, немесе бұл мәселе жөнінде не айтуға болады? Енді қазіргі уақытта жалпы мына пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам жайлы шыққан көптеген кітаптар бар. Одан кейін көптеген жаңағы қысқа хадистер бар. Одан кейін қазір жаңағы аударылған қазақша, орысша жаңағы видеолар бар. Соларды жалпы көркем күйде жеткізе білу маңызды. Мысалға бір кинотеатрға кіргенде үйде атмосферасын жасап, бүгін осындай кино көреміз, осындай мультик көреміз. Жаңағы мына жаңағы
балашамызға дінді ең жақын үйрететін адамдар бұл ата анасы, аға әпкесі болу керек. Өйткені дінді біреу келіп сізге үйрете алмайды. Ең маңызды нәрселердің бірі. Одан кейін мысалы бұл әдетке енгізу керек амалдардың бірі деп ойлаймын. Мысалы таң намазына осы Алматыда мысалы Нұр Мүбарак мешіті бар. Одан кейін басқа мешіттер бар. Сол мешітке балашаңызды алып кетсеңіз, баратқан кезде жаңағы жолдың бойында кофейнялар бар. Нелерде бензоправкаларда әдемі жаңағы кофейнялар бар. Сол жерге кіргізесіз, бірге шай ішіп аласыз, кофе ішесіз. Есте қалатындай. Есте қалатын. Енді осы таң намазы болуы мүмкін, құптан болуы мүмкін. Қай уақыт білмеймін. Сол уақыттарда бірақ кіріп шыққаннан кейін бала шағамен отырып сөйлесу, жаңағы бұларды одан кейін пайғамбарымыз алейхиссалам үлкен ерекшеліктерінің бірі әрбір тұлғаға жеке көңіл аударған. Мысалы Хасан мен Хусейнге бөлек отырған, Қасым радиаллаху анху мен Ибрахим радиаллаху анху мен Фатима анамызбен әрқайсысымен жеке көңіл бөлген, жеке отырған, жеке көңіл аударған. Неге десек, өйткені Алла Тағала адамды ахсани тақуим күйінде жаратқан. Демек адамға көрсетілген құрмет негізі Аллаға көрсетілген құрметпен тең де ол. Адамға көрсетілген құрметсіздік негізі Алла Тағалаға көрсетілген құрметсіздік. Енді пайғамбар алейхиссаламның пайғамбар деген кезде ең алғашқы ойға келетін нәрселердің бірі бұл баланс. Теңдік, тепе-теңдік, сират-ал мустақим. Жұмыста жүрген кезде пайғамбар алейхиссалам жұмыста болды. Үйінде болған кезде үйінде әке болды да. Достардың арасында дос болды да. Мысалы, соғыста да байқалады. Тепе-теңдікті бұзбады да. Қазір мысалы кейбір кезде қарайсың, адам үйде де басшы, достардың арасында да басшы, туысқандардың арасына барады, ол жерде де басшы. Бірнеге кіріп кетеді, ауыстырмай отырады. Мысалы қазір кімдерде артистерде киноға кіріп кетеді, сонымен сол кинодан шыға алмай жүреді. Өмірінде де образдан шыға алмай жүреді. Сол секілді үйдегі әке де жұмысқа барып, әке болып жүрсе жараспайды. Басшы болып дегенде енді бұл баланс ұстау, тепе-теңдік ұстау, бұл пайғамбарлық сүннетке сай бір өмір, соған сай бір өмір сүруді нәсіп етсін. Енді мынау сүннет сүйдіру жағын айтып басу керек. Мысалы әр адамға бір сүннет бір адам үшін керемет болуы мүмкін, немесе бір адам үшін қиын болуы мүмкін, бір адам үшін жеңіл болуы мүмкін. Сол үшін әр адамды біз танитын жан-жағымыздағы туысқан, енді кімге біз пайғамбарды танытайық деп жатырмыз. Сол адамның жалпы өмірін жақсы білсек, оның басында қандай проблемалар бар, қандай қиындықтар бар, былай айтқан кезде соның қараңғы болып тұрған сәтін пайғамбарымыздың сүннетімен жарқырататын болсақ, ол адамда керемет бір махаббат оятады. Мысалы біреудің кәсіппен проблемасы бар, кәсіп бірге немесе туысқандық бір проблемасы бар. Мысалы пайғамбарымызға бір сахаба келеді ғой, менің бауырым дейді, пайғамбарымызға бүйтіп айтады, әке шешеге қарау бір үйдегі бүкіл балаға парыз ғой дейді. Парыз дейді. Бірақ дейді, менің бауырым жаңағы асхаб суфаның ішінде ешқандай дәулет таппайды, базарға бармайды. Мен ғана не жасап, ақша тауып әке шешеге қарап жатырмын. Ана бауырыма айтсаңыз, бұл айтқан кезде мына жерде мешіттен шығып, сабақты тастап, маған көмектессе деген сияқты немен келеді. Пайғамбарымыз оны не дейді? Мүмкін сен соның арқасында не тауып жатсың дейді, нығметіңді, рызығыңды сол арқылы келіп жатыр. Бітті, ол сол жерде түсінеді. Ол мысалы былай айтқан кезде пайғамбарымыз оның қараңғы қарап тұрған бір көзқарасына бір нұр жағып жіберді да. Мысалы, ол енді бітті, ол сүннет, ол да бір сүннет. Ол енді өзінің танитын басқа адамдарға да соны айтады, оны жағады деген сияқты ғой. Тура сол сияқты біздің қазір айналамызда ауру адамдар да көп. Берекеттендіретін істердің бірі жаңағы қалай десем, оқып жатқан балаға, оқып жүрген балаға жаңағы жағдай жасау, көмектесу, басқа біреуге көмектесу сіздің рызығыңызды
арттырат. иә рызықтың солай келуіне ғой, бірден бір мысалы себеп енді, сияқты иә. ғой, былайша айтқанда. мысалы үйде енді көп еркектердің айтатын жаңағы әйел адамдарға сен ақша таппай жатсың, мен тауып жатырмын деген сияқты келеді ғой. Ол үйде бала қарап отыр. Былай айтқан кезде қазір статистика шығаратын болсақ, 90% адамдар үйленбей тұрған кезде көбісі машинасыз жүрген, жаяу жүрген, әуелі ақшасыз жүрген адамдар. Қашан үй алады, қашан көлік алады, үйленгеннен кейін алады. Былай айтқан кезде рызығы көбейді. Ол не түрде де дәлелденген да, мысалы. Бұмен қараған кезде ол рызық Алла тағала бір жерде өзі бір адам демалып тұр ма? Бір кішкентай бала болсын, немесе жұмыс істей алмайтын да жаңа мүгедек бір адам болсын, немесе бір қария болсын, бір үйде отыр ма демалып, бұның рызығын Алла тағала оның айналасында кім жүр, оның қамын кім ойлап жүр, сол арқылы бұл айтқан кезде береді. Әкеп қояды. Осыған сену керекпіз, иман ету керекпіз. Тура сол сияқты өмірде қоғамда көптеген пайғамбарымыздың сүннетінсіз жаңа қараңғы сәттер бар адам өте көп. Кішкентай балаларда да бар, үлкен ересектерде де бар. Соны біз осы мәуліт несін пайдаланып, пайғамбарымыз мына мәселені былай шешкен, сен бір солай істеп көр деп оның өмірін жағып жіберсек, қалай, мысалы сіз біреуге Құран үйретсеңіз, сол адамның жүрегіне кіресіз ғой, мысалы. Соның өзін айту керек. Пайғамбарымыздың мынандай хадисі бар. Ең қайырлы адам Құранды үйренген, үйреткен. Мен сол үшін үйретіп жатырмын деген кезде ол тағы да ол кімге кетеді? Пайғамбарымызға кетеді ғой. Пайғамбарымызды сүйеді ол. Бұл пайғамбарды тыңдап маған үйретіпті дегенде, Құран үйреткен адамды мен жақсы көремін, онда демек оны пайғамбарды да жақсы көремін. Осылай, мысалы, оның проблемасының өзін мен сүннетке тіреп, хадиске тіреп, аятқа тіреп, артына мысалы жаратушының нұрын қойып шешетін болсам, сол кезде ол ертең де бір тығырыққа тірелген кезде қайдан көмек іздеймін дегенде хадиске жүгінейінші деп тұрады да. Солай ғой, мысалы сіз біреудің көкесі болсаңыз, проблемасын шешіп берсеңіз, ертең басына проблема келген кезде тағы сізге звондайды. Неге? Өйткені бір жерден шешкеннен кейін адам сол жерге қарай тартылады да. Сол үшін сүннетті сүйдірудің, мысалы қарын ашқан адамның өзін барып қарнын тойдырған кезде, мысалы пайғамбарымыз оны бұйырып отыр. Бұл айтқан кезде қарыз сұраған адамға көмектестің, мысалы, бұл айтып, мен неге беріп отырмын саған, сен қайтарады дегеннен емес, немесе мынадан емес, пайғамбарымыздың мына хадисіне сүйеніп беріп отырмын десе, ол мәуліт күні болса, мысалы, немесе былай да қарасақ болады. Әр адамның жаңа қараңғы сәтін біз сүннет арқылы нұрландырған кезде, ол мәуліт негізі. Оның өмірінде, оның өмірінде пайғамбарымыздың несі жанды, дүниеге келді, бұл айтқан кезде. Ол енді оны ақиретке дейін ұстай алса, ол сол бүкіл сәтін алып кетеді өзімен бірге. Өте керемет. Демек, мына белгілі бір числоны қою бұл физикалық дүниеге келу болса, ал әрбір сүннетпен әрбір адамның өмірінде бір жарық нұр пайда болған кезде, сол сәтті біз пайғамбарымыздың мәуліті деп атасақ болады екен. Өте керемет. Жалпы бұл тақырыпқа байланысты жоғарыда өздеріңіз айтып кеткен сияқты айтылатын мәселелер өте көп. Егер сағаттап отыратын болсақ, сағаттар жетпеуі мүмкін. Жалпы мәуліт туралы көрермендеріміз осы каналдың тұрақты көрермендері түсінді деп ойлаймыз. Жалпы мәуліт дегеніміз пайғамбарымыздың дүниеге келуі десек, әрбір адамның өмірінде пайғамбарымыздың бір сүннеті көрінетін болса, сол сәтті біз пайғамбарымыздың бір мәуліті немесе пайғамбарымыздың бір сүннетін ұстанған бір керемет сәт деп есептеуімізге болады екен. Студияға келіп, жақсы ой пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге көп рахмет. Келесі бағдарламаларда кездескенше аман сау болайық.